Сәлем достар, сіздермен Гүлмира. Мен сіздерді өз каналымда көргеніме қуаныштымын. Олай болса, бүгін бізде тақырып Трендиол сайты болады. Және Трендиол сайтының басты бетімен маңызды нәрселерді айтып таныстырып өтетін боламын. Сонымен Трендиол сайты бұл бізде Турция елімен үйде отырып, үйден шықпай-ақ онлайн сауда жасауға арналған платформасы болып табылады. Қазіргі кезде Трендиол сайты ең бір хит сайттардың бірі болып келеді. Оны үйретушілер де өте көп, және тұтынушылар саны да әр мемлекетте өте көп болып табылады. Жалпы Трендиол сайтынан біз көптеген заттарды 2-3 есе төменгі бағада аламыз. Трендиол сайтының бізге беретін ең негізгі мүмкіндігі біз тікелей сол елдегі сатушыдан, тікелей сол елдегі дүкендерден затты төмендеу бағадан аламыз. Әрине ол өте төменгі баға деп айтпаймын. Трендиол сайтында сапада жақсы, бағада орташа деңгейде болып табылады. Және Трендиол сайтының тағы да бізге беретін ең үлкен мүмкіндігінің бірі, бір затты алу үшін 10 данадан немесе бір сериямен емес, бір ғана данадан алсақ болады. Және минимальны немесе максимальны сума деген болмайды. Қанша заказ бересіз, қандай затқа бересіз, оны өзіңіз білесіз. Сонымен Трендиол сайтынан біз қандай заттарды аламыз? Трендиол сайтынан әйелдер киімдері, ерлер киімдері, балалар киімдері, әртүрлі тұрмыстық заттар, аксессуарлар, және де тағысындағы текстиль немесе баналық заттар, және тағы да басқа көптеген қажеттерімізді ала аламыз. Және Трендиол сайтынан алуға болмайтын заттар да болады. Яғни тасымалдау барысында шекарадан алып өтуге болмайтын заттар бар. Оны өз каргоңызбен келісіп біліп алуларыңызға болады. Мысалы, ол сұйық заттар болуы мүмкін, немесе кейбір карголарда алтын тасымалдау мүмкіндігі болмайды. Және де кей карголарда косметикалық заттарды және төгілетін немесе шыны заттарды тасымалдауға болмайды. Осыны тапсырыс берер алдында ескергендеріңіз жөн. Және электроникалық заттарды да тасымалдау мүмкін емес болып табылады. Сонымен достар, енді Трендиол сайтының бізге беретін пайдаларын айттық, білдік. Енді әр сайттың өзінің минусы болады. Трендиол сайтында да біршама минустар бар. Мысалға, ең негізгі минусы бұл Трендиол сайтында возврат жасау мүмкіндігі жоқ. Яғни, зат сатып аларда абай болыңыз. Сіз затты аласыз, ақшасын төлейсіз, ал оны қайтару мүмкіндігі болмайды. Және тағы да бір өте өкінішті нәрсе, көп жағдайда Трендиол сайтында сатушылар бір затты сіз сатып алған заттың орнына одан үлкен өлшемін беріп жіберуі мүмкін, немесе басқа бір түрінен беріп жіберуі мүмкін. Яғни сатушылар жақсы біледі сіздің басқа елден возврат жасау мүмкіндігіңіздің жоқ екендігін. Яғни сіз ақшасын төлегеннен кейін қандай зат болсын оны алып қалатыныңызды біледі. Әрине бұл үнемі осындай жағдай болады деген сөз емес. Мүмкін осындай жағдайлар кездесіп жатады. Одан кейін үшінші дүние, Трендиол сайтында жалпы логистикалық жағдай әлі онша дамымаған. Жалпы Қазақстан бойынша 3-4 қана сенімді дейтін логистикалық компаниялар бар. Және де бұл жерде Қытайдың логистикалық компаниялары мысалы бізге кодты немесе адресті тегін береді. Ал осы Трендиолмен адрес енгізу барысында сіздер карго код сатып алу қажет болады. Және оны тегін беретін компаниялар өте аз. Және затыңызды қорықпай, сенімді түрде өз қолыңызға алғыңыз келсе, сенімді, жақсы карголармен жұмыс жасағаныңыз дұрыс. Ал енді достар, Трендиол сайтының басты бетімен танысатын болсақ, міне бұл бізде Хислы маркет деп тұр, емек деп тұр, Трендиол Go деп тұр. Бұл 3 функциямен сіздер жұмыс жасамайсыздар. Яғни Трендиолдан супермаркет немесе тағамдық заттарды алмайсыздар. Категориялар бөліміне кіріп қарайтын болсақ, мұнда әйелдер, ерлер, аксессуарлар тағысындағы бөліп қойған. Осы бөлімдерге кіру арқылы ары қарай өзіңізге керек бөлімдерге қарай өтсеңіздер болады. Және де бұл бөлімге кейін тоқталамыз. Төменге қарай түсетін болсақ, бұл жерде сіздер көбіне не қарайсыздар? Сол заттардың басқашалау түрлерін шығарып береді, немесе осыдан сәл уақыт бұрын қараған заттарыңызды табуларыңызға болады.
Одан кейін әртүрлі жарнамалар, скидкаларды, тағысын тағы жаңа маусымдық заттарды осы қатарлардан жарнамалап шығарып қояды. Мысалға, мына жерде жаңа сезон деген тұр, яғни бұл жаңа маусым. Бұл жерге кіретін болсаңыздар, жаңа маусымдық заттарды көрулеріңізге болады. Яғни Trendyol сайтында жаңадан шығып жатқан заттарды осы тұстан көрсек болады. Одан кейін бұл жерге кіретін болсаңыздар, белгілі бір көлемде суммадағы заттарды көрулеріңізге болады. Мысалы, бүгінгі күнде 129,99 лирадағы заттарды осы қатардан табасыздар. Одан кейін бұл жерде тағы жаңа сезон деп тұр. Жаңа сезондық заттар, жаңадан шығып жатқан әртүрлі коллекциялық заттарды көрсеңіздер болады. Одан кейін мына жерде өте керемет бөлім деп айтсам болады. Бұл жерде танымал блогерлер өздерінің алған заттарын жарнамалайтын болады. Міне осы жерден затты алып бассаңыздар сілтеме арқылы бірден сол тікелей дүкенге тартып аласыздар. Одан кейін мына жерде де арнайы белгілі бір көлемдегі, яғни суммадағы заттарды осы қатардан тапсаңыздар болады. Одан кейін мына жерде себеттік заттар, яғни сіз қандай да бір затты осы жерден өзіңіздің корзинаңызға алып кететін болсаңыз, сізге 10 немесе 20% скидкалар болуы мүмкін деген сөз. Мына жерде 10% заттарды, яғни балалар киімдерін жарнамалап жатыр. Міне достар, осылай сіздер қараған заттарды немесе сол заттардың басқа нұсқаларын сіздерге ұсынатын болады. Мына жерде ең жаңа шыққан коллекциялардың тізбегін көрулеріңізге болады. Бұлай жүрсеңіздер де болады, немесе мына жерде сырала деген тұр. Бұл функцияға кіру арқылы сіздер, мысалы, бұл жерде көйлектер тұрса, солардың ең шок сатарлар дегенге кірсеңіздер, ең өткен прям рейтинг жағынан жақсы заттарды табуларыңызға болады. Көп сатылымда болған заттарды фавориттер бойынша да іздеулеріңізге болады, немесе осы тұсты скрин жасап алып, қысқасы бұл жерде ең жақсы сатылған, ең көп сатылған, ең жақсы деген сияқты дүниелерді тапсаңыздар болады. Жалпы түрік тілі қиын емес, түрік тілі бізге жақын болғандықтан бұл сайтты меңгеру де бізге қиындық туғызбайды. Бұл жерде жоғарыда қатын және еркек деп тұр, яғни әйел және ер киімдерін бұрып алып өздеріңізге қажеттерін көрсеңіздер болады. Немесе осы категориялар бойынша суреттерге немесе жазуларға кіріп, ары қарай іздеп кете берсеңіздер де болады. Және сайттың бір жақсы жері, бұл жерде сіздер әртүрлі Pandora, Adidas, Nike, De-facto секілді брендтік заттарды немесе тағысындағы жақсы компаниялардың өнімдерін ала аласыздар. Жалпы Trendyol сайты жақсы, ыңғайлы болып орналасқан. Заттардың сапасын да, мысалы, әйелдер сөмкесін 700 теңге, 1200 теңге, 3000 теңге көлемінде сатып ала аласыздар. Әйелдер киімдері бізде 15 000 теңге болса, бұл сайттан 6 000, 5 000 теңге көлемінде таба аласыздар. Сонымен қатар достар, Trendyol сайтында тағы да бір айтатын нәрсе, бір минусы бар. Бұл жерде Taobao 1688 сайттары секілді емес, яғни сурет арқылы іздей алмайсыздар. Сол жері үлкен минусы болып табылады. Бірақ осы блогерлер алып жатқан, киіп көрген киімдер немесе қолданып көрген заттарды көру арқылы сіздер сілтемеге өтіп тез қажетіңізді тауып ала аласыздар. Жалпы Trendyol сайты жалпылама өте оңай, регистрациясы қарапайым, аса күрделі ештеңке жоқ. Кез келген түсінбей жатқан тұсқа скрин жасап, оны аударып алуларыңызға болады. Мына бөлімге кірсеңіздер, өздеріңізге ұнаған деп таныған заттарға, яғни лайк басып осы жерге сақтап қойсаңыздар болады, чтобы оны жоғалтып алмас үшін. Мынау бізде корзина бөлімі болып табылады. Бұл жерге болашақта сатып аламын мынау деген заттарды қойып кетсеңіздер болады. Ал бұл бізде жеке кабинет, яғни негізгі бөлімі осы сайттың. Бұл таныстыруға, толық білуге ұзақ уақыт кетеді. Мен оны алдағы уақытта айтатын боламын. Сонымен достар, егер сіздерге ұнамаған, минус болып жатқан, мен тарапымнан сондай жағдайлар болса, сіздерден кешірім сұраймын және негатив пікірлерді жазуға асықпауларыңызды өтінемін. Ал егер керісінше маған бұл пайдалы болды, пайдасын тигізді дейтін болсаңыздар, онда лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Өз пікірлеріңізді білдіріп, менімен кері байланыста болыңыздар.